Баршаңызға сәлем, сіздермен өте нәзік, дәмі керемет болып шығатын Орео пирогының рецептісімен бөлісемін. Ол үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз, және де видеоны соңына дейін қарап өтіңіз. Алдын ала заттарымыздың барлығын дайындап алдым. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Ыдысымызға салып, және ерітілген сары майымызды үстінен қосамыз. Сары майымыз міндетті түрде 72% болу керек, одан төмен болмау керек. Және де қант ұнтағын қостым. Және бір шай қасық қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлитель, орысша айтқанда. Соны қосып, қолымызбенен әбден араластырып мұжып аламыз. Қант ұнтақ болмаған жағдайда кәдімгі шекер қоссаңыздар болады. Екі қолыңызбен дәл мен сияқты осындай мұжып, әбден араластырып аласыз. Енді 50 грамм какаомызды қосамыз. Кез келген какао түрі бола береді. Мұны да қосып, қолымызбенен әбден араластырып аламыз. Енді үстінен 6-8 ас қасық салқын суымызды құямыз. Менде бірдесен 8 қасық құйып жүрмейсіздер, алдымен 6 қасық құйып көрдім. Салқын су бола береді. Мына жерде 6 қасық қосып, кішкене араластырып алдым да, және тағы да үстінен 2 ас қасық, ол толық емес. Қатты толтырып алмайсыздар қасықтарыңызды. Сонымен 8 ас қасық болады. Бірдесен суларыңызды қосып жүрмейсіздер, аз-аздан қоса отырып, осындай етіп қамыр илеп аласыздар. Қамырларыңыз жұмсақ болады қазір. Әбден сары майы да ерігенше илеп аласыздар. Міне қамырымызды әбден мен илеп алдым, жылтыратып тұрып қамыр илеп алдым. Енді кішкене бөлігін осында үзіп аламыз да, үлкен бөлігін салафанға салып, тоңазытқышқа сап қоямыз. Ал кішкене бөлігін мұздатқышқа салып қоясыздар, қатырып қоясыздар. Ол кішкене 1 сағаттай, тіпті одан аса тұру керек. Енді біз қамырымыз қатайғанша кремімізді дайындап аламыз. Ол үшін бізге сливочный сыр, қантымыз және жұмыртқамыз керек. Негізінде творожный сыр қосу керек. Менде үйде сливочный сыр болғандықтан осыны қостым. Барымда. Сіздер творожный сыр қоса бересіздер. 500 граммын алып,
әбден миксерлеп аламыз. Творожный сыр кішкене қою болады, иә. Ал сливочный сырымыз біздің сұйықтау болып кетеді. Тіпті ондай да нәрсе болмаса, кәдімгі сүзбе қоса бересіздер, үйдегі домашний творог деп айтып жатамыз, соны қоса беруге болады. Әбден осылай миксерлеп алдым. Енді үстінен қантымызды қосып, оны да қанты ергенше араластырып алу керек. Және 2 жұмыртқамызды қосып, әбден миксерлеп алдым. Дәл видеодағыдай көрсетілгендей жасасаңыздар, сіздердің пирогтарыңыз өте нәзік, дәмі керемет, күшті болып шығады. Мен кремімді дайындап алдым. Міне сливочный сыр қосқандықтан осындай сұйықтау болды. Қантымыз еріді. 10 минуттай миксерлеп аласыздар. Енді біздің қамырымыз дайын. Тоңазытқыштан шығарып алдым үлкен қамырымызды. Осыны жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Тым қатты жұқа жаймаңыздар. Өзінің жаңағы арнайы ыдыстарыңыз болады. Сол ыдысыңызға сай етіп жайып шықсаңыздар болады. Жайып шықты, мінекей. Дөңгелек етіп жаю міндетті емес. Бұл песочный қамыр болғандықтан осындай етіп жайылады. Сол себепті де қазір біз салатын ыдысымызға осылай кесіп аламыз. Менде 26 диаметрлік ыдыс болғандықтан осындай етіп дөңгелекше форма жасап алдым. Кез келген формаға жасай берсеңіздер болады. Әбден жан-жағына жабыстырып шығамыз қамырымызды. Және де қалып кеткен қамырларын шет-шетіне жабыстырып шығамыз. Дәл видеода көрсетілген осы бойынша жасасаңыздар болады. Видеоны барынша анық түсіруге тырыстым. Қамырымызды осындай ыдысымызға әбден жайғастырып шықтым. Енді дайын болған қамырымыздың үстінен кремімізді құямыз. Кремім менде кішкене тоңазытқышта тұрды, жарты сағаттай. Енді қатырылған қамырымызды бетінен үкіштің ірі көзімен өткізіп шығамыз. Біздің қамырымыз жан-жағына жайғастырып шыққаннан кейін сәл биіктеу болып тұру керек. Креміміз өйткені піскен кезде көтеріледі. Сол себепті де қамырымыздан асып кетпеу керек. Қамырымыз кремімізден сәл жоғарыла болып тұру керек. Мұздатқыштан шыққан қамырымыз қатыңқырады. Менде мұздатқышта 1,5 сағат, 2 сағаттай тұрды. Әбден қатырып алған дұрыс. Сонда үкіштеріңізден жақсы өтетін болады. Барлығында осындай етіп бетіне өткізіп алдым. Енді пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз.
әр қайсымыздың пешіміз әртүрлі, сол себепті де менікі 190-200 градуста 40 минуттай пісіріп алдым. Егер сіздерді қатты қызатын болса, 180 градуста 30-40 минуттарда пісіріп алсаңыздар болады. Пеште піскен пирогымызды бірдесен шығармаймыз, кішкене 10 минуттай тұру керек, сосын оны салқын жерге қойып қойымыз керек, мұздатып барып жеу керек. Осындай қант ұнтағымен сәндеп дастарханға ұсынсаңыздар, дәмі керемет, өте нәзік болып келеді. Сіздерге жасауға кеңес беремін, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Мен жыл күйінде кесіп жатырмын, арасы кішкене жұмсақ болып тұр. Сіздер салқындатып барып кесіңіздер, немесе тоңазытқышқа салып қойыңыздар 1-2 сағатқа. Арасы әзірше жұмсақ болып тұр, бірақ дәмі өте керемет, нәзік болып шықты. Жасауға кеңес беремін. Егер сіздер де осы рецептпен жасап жатсаңыздар, комментарийге жаза өтіңіздер.